бүкіл әлемді түсіндіретін бір ғана математикалық теория бар десем, сенер ме едіңіздер? Соғыс пен бейбітшілік, экономикадағы бағаның өзгеруі, саясаткерлердің шешімдері, компаниялардың бәсекесі, тіпті сіздің бүгін айтқан бір ауыз сөзіңізге дейін барлығы бір ғана заңдылыққа бағынады. Ол ойындар теориясы. Бұл ғылымның негізін қалаған математик Джон фон Нейман бір кездері покер ойнағанды ерекше жақсы көретін. Бірақ оны картаның өзі емес, оны ойнайтын адамдар қызық болды. Неге кейбір адамдар блеф жасайды? Неге біреу тәуекелге барады, немесе біреу қорқады? Неге кейде ең дұрыс шешімнің өзі жеңіліске алып келеді? Осы сұрақтың жауабын іздей жүріп, ол кейін бүкіл экономика мен саясаттың тілін өзгерткен ғылымды дүниеге әкелді. Бүгін біз сіздермен бірге адамдар неге бір-біріне сенбейтін, неге мемлекеттер қаруланатындығын, неге кейде бәріне тиімді шешімнің өзі орындалмай қалатындығын және миллиондаған адамдар күніне бірдей қателік жасайтындығы туралы айтатын боламыз. Теория игр – бұл ойындар теориясы. Бұл по сути ойын туралы ғылым емес. Бұл бірнеше адамның шешімі бір-біріне тәуелді болған кездегі ең тиімді әрекетті зерттейтін математика. Яғни сенің жеңісің тек сенің ғана емес, қарсы адамның не істейтініне де байланысты. Сондықтан өмірдің өзі үлкен теория игр ғой. Осы ойындар теориясында ең атақты дилемма бар. Ол екі қылмыскер дилеммасы. Екеуі де қылмыс жасап ұсталған, бірақ полицияда дәлел жеткіліксіз. Сондықтан екеуін екі бөлек бөлмеге отырғызады да оларға бірдей ұсыныс жасайды. Егер екеуіңді үндемесеңдер, әрқайсың бір жыл ғана аласыңдар дейді. Егер біреуің сатып кетсеңдер, екіншісі үндемесе, сатып кеткен адам босап шығады да, ал үндемегеніне 10 жыл алады. Ал екеуің де сатып кетсеңдер бір-біріңді, тогда 5 жылдан аласыңдар дейді. Біз айтып отырған адамға үндемеу тиімді сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ мәселе мынада. Сен қарсы адамның не істейтінін білмейсің. Егер сен үндемей, ал ол сатып кетсеш, онда сен тупо 10 жыл аласың да, ал ол шығады да кетеді. Ал егер сен сатып кетсең, хотя бы екеуің де сатып 5 жылдан аласың. Сондықтан логикалық тұрғыдан екі адам да бір-бірін сатып кетуге итермелейді. Нәтижесінде екеуі де ұтылады. Міне адамдардың сенімсіздігі кейде бәріне зиян болатын шешімге алып келеді. Нэш тепе-теңдігі. 1950 жылы жас математик Джон Нэш осы идеяны одан әрі дамытты. Ол мынандай қорытындыға келді. Кейбір жағдайда адамдар ешкімге ең жақсы нәтиже бермесе де, бірақ ол өзі жақсы шешім қабылдағысы келмейтіндігін айтты. Яғни мен білем, что бұл нәрсе қате екендігін, но почему-то мен бұл нәрсені жақсы жаққа өзгертуге ынта жасамаймын. Осы жерде табиғаттың мысалын күшті келтіруге болады. Мысалға, екі арыстан бір аумақта өмір сүреді. Егер олар күнде төбелесе берсе, екеуі де жараланып қалады ғой. Ал егер шекарасын бөлісіп бір-біріне тиіспесе, энергиясын да уже аң аулауға жұмсайтын еді. Яғни бейбіт өмір сүру екеуіне де тиімді. Осындай тепе-теңдіктердің ең қызығы кейде бәрі өзіне тиімді әрекет етіп жатқандай көрінеді. Бірақ нәтижесінде уже бүкіл қоғам ұтылады. Бұған дәлел болатын ең танымал мысалдардың бірі Бриас парадоксы деп аталады. Бриас парадоксы былай дейді. Сіздің ойыңызша қаладағы кептелісті қалай азайтуға болады? Егер көпшілік жаңа жол салу керек деп жауап беруі мүмкін. Бірақ теория игр оны керісінше деп айтады. 1968 жылы неміс математигі Дитрих Бриас таңғаларлық құбылысты дәлелдеді. Кей жағдайларда новый жол, новый полосаларын салыну ол пробканы азайтпайды. Керісінше оны одан сайын көбейтеді деді. Себебі әр жүргізуші оны тек өзіне тиімді бағыты деп таңдайды да, барлығы бір уақытта сол ең тиімді жолды таңдап, сол жолмен жүреді. Нәтижесінде қайттан пробка болады. Может быть, одан да қатты пробка болуы мүмкін. Яғни кейде жаңа мүмкіндік жүйені жақсартпайды. Керісінше бәріне зиян келтіруі мүмкін. Осындай жағдайлар әлемнің ең ірі мегаполистарында, Сеулде, Нью-Йоркта қайталанған екен. Оның шешімі керісінше кейбір көшелерді жауып тастағаннан кейін көлік қозғалысы одан сайын жылдамдай түсіп, көліктер азайған. Енді осы ойындар теориясының саясаттағы ең ерекше мысалдардың бірі ақш президенті Ричард Никсонмен байланысты. 1969 жылы ақш Вьетнам соғысында жүр, ал Кеңес одағымен арадағы қарым-қатынас барған сайын ушығып барады. Сол кезде Никсон күтпеген стратегияны қолдануға шешім қабылдайды. Ол қарсыластарына өзін толық рационалды саясаткер емес, кез келген сәтте шектен шығуы мүмкін адам ретінде көрсеткісі келеді. Яғни олар былай ойласын дейді. Егер біз оны тым қатты араңдатсақ, бұл адам шынымен де ядролық қаруды басып бәріміз жарып жіберуі мүмкін. Соғыс бастап кетуі мүмкін. Хотя Никсон шын мәнінде ядролық соғыс бастағысы келген жоқ, просто ол айналасындағы қарсылас адамдар солай ойлаған қалады. Оған сенгенін қалады. Өйткені теория игрда қарсыластың шешімі тек сенің күшің емес, сен туралы қалыптасқан пікіріне де байланысты. Егер ол сені әрқашан салқынқанды әрі есеппен әрекет етеді деп ойласа, ол тәуекелге баруы мүмкін. Ал егер сенің не істейтініңді болжамаса, ол тәуекелге де бармайды. Сәйкесінше жарайды, осы тыныш отырсыншы дейді ғой. Сондықтан ол қақтығыстан бас тартуы мүмкін. Бұл стратегия кейін Медман теория
жынды адам теориясы деген атпен тарихқа енді. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл покердегі блеф сияқты ғой. Сенің қолыңда ең мықты карта болмауы мүмкін, бірақ қарсыласың сенің қолыңда бәрін жеңген карта бар деп сенсе болды, ол өзі-ақ ойыннан шығып кетеді. Бір кездері Джон фон Нейман покер үстінде отырып адамдардың қалай шешім қабылдайтынын түсінгісі келді. Бірақ ол ақырында бүкіл әлемді түсіндіретін ғылымның негізін қалады. Бүгінде теория егер экономикадағы баға саясатын құруға, мемлекеттердің келіссөздеріне, жасанды интеллектті дамытуға, қор нарығына, тіпті биология мен эволюцияны зерттеуге дейін қолданылады. Өйткені өмірдегі ең маңызды шешімдер ешқашан жалғыз қабылданбайды. Біздің әрбір әрекетіміз басқа біреудің әрекетіне тәуелді. Өйткені өмірдегі ең маңызды шешімдер ешқашан жалғыз қабылданбайды. Біздің әрбір әрекетіміз басқа біреудің әрекетіне тәуелді. Сол себепті өмірдегі ең маңызды сұрақ мен не істеймін емес. Егер басқалар осылай әрекет етсе, мен қандай шешім қабылдайтын едім? Міне дәл осы сұраққа жауап іздейтін ғылым ол ойындар теориясы. Бәлкім оны бізге үйрететін ең маңызды сабағы осы шығар. Өмірде әрқашан ең күшті немесе ең ақылды адам жеңбейді. Жеңетін адам адамдарды, оларды ойлауын және келесі қадамын дұрыс түсіне алған адам. Сондықтан келесі жолы біреу күтпеген шешім қабылдаса, немесе әлемде бір түрлі болып көрінетін оқиға орын алса, есіңізде болсын. Мүмкін бұл жай ғана ойын емес, бұл ойындар теориясы.